Саламатсыздар ма? Біздің каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдында түсірген асқазан препараттары өте ұнапты адамдарға, тіркеліп лайк басып жатыр. Сондықтан да енді асқазан жөнінде тағы да түсіретін боламын. Бүгін таныстыратын препаратымыз Малокс препараты. Малокс суспензия түрі болады, таблетка түрі болады. Біздегі қазір суспензия түрі. Бұл біздің Атырауда көп жерде болмайды. Сондықтан да жаңағыдай қазір дефицит болып жатыр. Бірақ бұл действиясы өте жақсы, Малокстың действиялары. Так, бұл не үшін пайдаланамыз дейтін болсаңыздар, Малокс жаңағыдай изжога, одышка, кекру, язвенный болезнь желудка, жаңағыдай асқазан толып кетеді ғой. Толып кеткенде жаңағыдай адамдар кекіре береді, ұзақ уақыт кетіп кекіреді. Соны қалай істейміз десе, қалай емдейміз десек, так Малоксты ішуге болады. Малокс деген ұзақ емдейтін препарат емес, первый помощь. Қазір изжога болып тұрмын, мысалы, асқазан тамақты көп жеп алады, сосын оны жаңағыдай не шыға алмайды, не арттан шықпайды дегенде ғой. Сол себепті мына Малокс алюминовый ішінде қоспалары бар, авалаквейт, қалай айтсам болады, сап-салқын ментол сияқты, жаңағыдай қоршап алады, көрдіңіз бе? Мына асқазанды қоршап алады да, алюминовый, солай жаңағыдай мята дәмді бар, сап-салқын болып күшті емдейді асқазанды. Жаңағыдай язвенный болезнь желудка, 12-перстный кишки, жаңағыдай изжога, отрыжка дегендердің бәрін емдейтін. 16 жастан жоғары балдарға ішуге болады. 16 жастан жоғары. Яғни кішкентай балдарға болмайды, береміздерге тоже болмайды. Противопоказание по назначению жаңағыдай врачқа барсаңыз, егер беріп атса ғана болады, ал былай біздер рекомендация бермейміз. Сондықтан да Малокс препаратын изжога болса ішуіңізге болады. Тағы да қандай препараттар келесіде жаңағыдай білгіңіз келетін болса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Бізбен болғаныңызға өте қуаныштымыз. Сау болыңыздар, ауырмаңыз, ем болсын.